Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен фотошопта мына эффектін жасап үйренетін боламыз. Түсін ауыстыру немесе тағы да басқа қосымша нәрселерді айтып өтетін боламын. Алдағы уақытта бір проектіңізге қолданады деген үміттемін. Олай болса, фотошопқа кірейік. Жаңа файл создавать етіп өзіңізге керек болған көлемде. Бірінші, бізге мына selection'ды таңдап дөңгелек шрифтті басып тұрып, осындай дөңгелек сызып аламыз. Оны жаңа слойда градиентті алып, градиентті сызып аламыз. Ауыстырайын, линияр. Бізге осындай градиент керек, Ctrl-D и мына кистердің арасынан Mixer Brush Tool деген бар, осын таңдаймыз. Көлемін насылған градиентпен бірдей қылып қойып алғаннан кейін, мысалы қара қойған, көрінбей атқаннан кейін қара қойдым. Дәл ортасына апарып, альтты басып, үстін бір басасыз. Біздер насылой таңдап алайық, қателіп көтті. Үстін басып, сізде мына жерден үлгісі шығады Mixer Brush'тың. Және де бұлай сызатын болсақ, көлемін кішірейтейік. Көріп тұрғаныңыздай эффект бізде шықты. Будто 3D неон деп айталама, толықтай интернетте іздеп таппадым. Бірақ осы эффектіні фотошопта осы жолмен жасайды. Мысалы, өзіңізге керек болған текстті жазып алып, мысалы, мен ереке деп жазайын. Оны бастан көрсетейін сіздерге. Мына жерден алып, ұстап, мына жерге апарсаңыз папкаға группа создавать етеді сізде. Одан кейін карта градиента, градиент мапты слойды үстіне шығарамыз, папканың, группаның. Және де альтты басып тұрып, ортасынан осылай маска создавать етеміз. Келесі мына екі рет бассаңыз мына жерден сізде карта шығады. Сіз өзіңе керек болған градиентті таңдап аласыз да түсін ауыстыра бересіз. Мысалы, мына хромда әдемі көрінеді. Міне осылай достар, түкте қиыны жоқ. Алдағы бір проекттеріңізде қолданады деген үміттемін, пайдалы болады деген үміттемін. Мысалы, басқа нәрсе жазып көрейік мына жерге. Осылай сіз түстерін ауыстырып, кез келген текст жазсаңыз да болады. Осылай достар,